Бірақ барлығынан бір ерекшелігі бар. Бұның енді айтатыны бар енді. Оны соңында толық айтатын боламын. Кеш жарық, құрметті оқырмандар. Ал бізбен бірге осылай келе жатқандарыңызға көп рахмет. Дәл кешегі айтқан ертең обзор болады деген 2025 жылғы Way High 4 Mocha деген мына керемет автокөлік достар. Ал достар, бұл ерекше Way көлігін арт жағынан бастап жатқаным, артқы стилі өте мықты достар. Қазір багажниктен бастап көрсететін болам. Міне Way High 4. Бұл жазудың не білдіретінін қазір сіздерге толық түрде айтып беретін боламын. Бұл автокөлікке келетін болсақ, бұл Қытайда негізі 2023-24-тен бастап бар көліктер. Ресей нарығында өте қатты дамыған, бірақ Қазақстанға енді келіп жатыр. Бірі білсе, бірі білмес көліктердің бірі болып алғашқы Way Қазақстанда достар. Прям әдем, артының өзі кең, прям артының өзі әдем екен достар. Ал достар, бұл көлік жайында тағы бір айта кететін жайт бар. Бұл автокөлік Great Wall Motors автозаводты білесіздер. Сол заводтың ең бір жақсы премиум көліктерінің бірі болып есептеледі. Ал бұл автокөлік жайында не айтамыз? Мына жерде міне келсек, бесключевой доступ барлығында бар. Зона слепых тоже барлығында бар. Камера 360 қазір Қытайларда да, Кореяда да барлығында өте қатты дамыған. 19-дық диск чангандарында да бар, қарап отырсақ. Мына шторы енді қазір Audi, BMW, Mercedes дейді, қазір енді Hyundai'ларда да пайда болды, енді Қытайларда да пайда болды достар. Ал енді мына жерлеріне келсек, мына жерде қызық бар екен, қараңыздар. Қазір келіп көрсетеміз сіздерге. Мына жерде есікте мына былайынан алькантара жіберген, мына жерге мягкий кожаны жіберген. Үстінде мынадай мягкий, астында пластик, үстін кожамен қаптап, жіппен тігіп шығыпты. Мына жерге ағаш вставка, мына жерге динамик пищалкасын, мына жаққа основной динамик орнатыпты. Мына жерге алюминиевый вставка. Кстати, қайсы көлік естеріңізге түсіп жатыр? Кеше Мерседесте де осылай болған достар. Ал енді орындықтарына келетін болсақ, қазір алдынан көрсетем. Міне қараңыздар, артқы сиденьесінің өзінде алькантара мен кожаның сочетаниесі. Комбинированный кожа алькантара қылып жасаған. Есікті жабамыз, мынаны қайтып орын жабамыз, пакет болып тұрған. Шторы осылай тұрған. Міне, кеттік. Енді алдыңғы орындарға келетін болсақ. Так. Посадка әдемі достар. Әдемі. Орындық мягкий. Жесткості аздау, бірақ жақсы. Бұл дегеніміз машина жесткий болып шыққан жағдайда сиденье спасает деген сөз ғой. Мягкий болып фуралардағыдай отырасың. Дәл сондай. Беспроводной барлық машиналарда бар, жаңалық емес. Мына планшет қазір барлығында шығып жатыр. Tesla-дан бастап хит болды, солмен кетті достар, осындай үлкен экрандар. 360 камера бар, мынада міне былайынан асты үсті, есік ашылған кезде ана жанында тұрған Королаларға дейін көрсетіп тұр. Негізі ана Корола оң жағымда тұр менің. Мына жақтан мына кісіні де көрсетіп тұр. Балонның бұрылғандарын да көрсетеді. Есік былай бұрсаң, былайынан барлығын көрсетеді. Панорама қазір тоже мода емес. Электробагажник мына жерден ашылады. Бензобак. Бұл көлікте жаңа гибридтер сияқты, бір жағында бензобак, бір жағында зарядка болады. Көп жағдайда оң жағында зарядка болады. Жаңағы зат салғыш қораптың ашылуы қандай көлікті естеріңізге түсіріп жатыр, комментарийға жаза кетіріңіздер достар. Мына жерде енді қараңыздар, былай тоже жақын арада сіздерге көрсеткен көліктердің бірінде бар. Енді Great Wall Motors енді көбінесе бір мемлекетке еліктеп көп қайталайды, көп копировать етеді. Соны
қарап осы тапсаңыздар, комментарийға жазыңыздар. Ничего себе, мен бірден кейін аңғардым, қараңыздар. Мына жерге ағаштан бөлек бронзовый ставка енгізіп қойды. Мына жерге алюминиевый мынау кеткен, мына жерде мынау дефлекторлардың айналасын бронзовый ставка, сосын мына жерде как бы бриллиантовый сияқты қылып жасап шығарыпты. Мынау асты пластик, үстін жаңағы немен поролон салған, астына мягкий қылып, қолға мягкий тиетін қылып жасаған. Мынау нелердегідей, Тойоталардағыдай пластик. Мына жер сол тоже бір көлікте бар. Мынау барлық нәрсе, мына проекция достар, тоже жаңалық емес. Қазір көптеген көлікте полный комплектациясын алсаңыздар, проекция бар. Мына бронзовый ставка мына жерде ерекше көрінеді. Осы жаңа аңғарып қалдым мынаны да. Күшті екен. Сосын бұл көліктің машинаны өшіруі бір-ақ жерде бар. Оны өзім 3 күн іздеп таппай қойған. Мына видеоға түсіріп тұрған жігіт Саят тауып алды достар, қалай өшіру керек екен. Мына жерде тағы бір ненен машинада маған елестеп тұрды. BMW-ларда да бар, бірақ менде кезінде Porsche Cayenne болған. Сол Porsche-та 4/5 мына қараңыз, осындай нәрсе бар еді. Есік толықтай ыстық болып тұрады. Мына жерден терезеге прямой шашып тұрады. Мынау никогда буланбайды. Әрі есік қыстың күні сізден жаңағы мына белден суық ұрмайды деген сөз. Есік жылы болып тұрғасын қараңыздар. Great Wall Motors, жарайсыздар. Мына дауысты естіп тұрсыздар ғой, қозғалтқыштың дауысы қазір шығып тұрған. Бір плюсы бар бұл жерде. Жаңағы қазір сіздерге сөзбен емес, көзбен жасап көрсетейін да, қараңыздар. Қолмен жасап, то есть көзбен деппін ғой. Қараңыздар. Қозғалтқыш қосылып тұр. Мына жерден капотты ашамыз. Мотор өшіп қалды. Бұл енді қазір сіздерге көрсетейік. Міне астында 1/5 турбированный мынадай қозғалтқыш тұр достар. Қозғалтқыш дегенде бұл қозғалтқыш бізде турбированный. Неге турбированный? Қазір соңында білетін боласыздар. Мынау мен соғу деген мүмкін емес енді. Столбты көрді, өзі тоқтайды. Мынаны былайынан қосамыз. Тормозды жібереміз, өзі әдемі жүре береді. Кеттік ал. Енді сіздерге разгонын көрсетейін бұның қазір. Разгоны енді бұл нереальный. Мына көлік таңғалдырудан шаршамай жатыр. Жаңа енді мына жерде келесі сюжетті қалай түсіреміз, қалай нені жеткіземіз деп тұрсам, мына жерден қараңыздар. Енді бұл байлықтың иісін барлық жерден шығарып қойды. Мына жерге изумрудный жарық, қараңыздар. Қысқасы достар, айта кететін болсақ, бұл көлікте 9 режим бар. Тас, су, құм, ай, май, пайға дейін жүріп береді, короче. Так, енді бағанағы айтқан қызыққа келетін болсақ, не қызық? Бұл қалай полный привод? Кардан жоқ, бірақ полный привод. Неге? Өйткені бұл жерде мынау алдыңғы турбированный 1/5 мотор 2 электромоторды қуаттандырумен айналысады. То есть бұл жерде 2 электромотор, 1 бензиновый қозғалтқыш. Көрдіңіз, артқы дөңгелектерге отдельный электромотор, алдыңғы дөңгелекке отдельный электромотор. iPhone 17 ұстайтын достар, сіздерге арнайы Type-C зарядка бар екен, қараңыздар. USB және мынандай Type-C зарядка жасап қойған. Барлығын ойластырып қойыпты ғой, тек осылай рахаттанып, алдындағы адамға қарап, телевизордан киноны көріп, алыс жолға. Запас хода почти 1400 километр жүріп береді. 1400 километр тоқтамай кете бересіздер, кино көріп, әңгіме айтып, аспанға қарап, жұлдыз санап дегендей. Жастар айтпақшы, сау достар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мына керемет вейді менімен бірге толықтай көргілеріңіз келсе, комментарийға ертарғын немесе вей деп жазыңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын.